Сәлем менің құрметті оқырмандарым. Мен бүгін сіздермен осындай өте ерекше тарым мен талқаннан пирог жасаудың рецептісін көрсететін боламын. Өте оңай, өте дәмді және өте ерекше болып шығады. Ең алдымен тарымызды жақсылап жуып тазалап дайындап аламыз. Оның үстінен қайнап тұрған ыстық сүтімізді құйып, бұқтырып қоятын боламыз. Келесі талқанымызға құмшекерімізді салып, ерітілген сары майымызды құйып, қолымызбенен жақсылап араластыратын боламыз. Араластырған кезде осылай бір-біріне бірігіп тұратындай болуы қажет. Келесі формамызға алып, талқанымызды саламыз және де қолымызбенен бортиктерін шығарып, әдемілеп жақсылап ыдысымызға жайып алатын боламыз. Одан соң холодильникке қоя тұрамыз. Енді біз начинкасын дайындайтын боламыз. Қаймағымызға құмшекерімізді саламыз. Оның үстіне кукурузный крахмалымызды саламыз. Қаймағымыз міндетті түрде 20%-дан жоғары болуы қажет. Және де 2 жұмыртқамызды салып, барлығын жақсылап бір келкі болғанынша араластырып алатын боламыз. Келесі бұқтырылып тұрған тарымыздың сүтін бөлек ыдысқа құйып алып, тарымызды салатын боламыз. Жақсылап пенчигіміздің көмегімен араластырамыз. Дайын болған массамызды талқанымыздың үстінен құямыз және де 100 градуста 40 минут пісіріп алатын боламыз. Бізде 40 минут өтті. Қараңыздар достар, осындай өте керемет, ерекше пирогымыз пісіп шықты. Пісіп болғаннан соң бөлме температурасында суытып, содан соң ыдысымыздан алуымыз қажет. Қараңыздар достар, өте әдемі, дәмі сонда ерекше. Сіздер де жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын, және де менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментария қалдыруды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.